Ассалаумағалейкум қадірменді қазақ елі. Бүгін 2024 жылдың ақпан айының 11-і. Жуырдан бері Атажұрт партиясын қаралау, жалалау жаппай етек алуда. Алдымен әлеуметтік желіден басталды. Қазақстаннан ешқандай қуғын сүргін қыспақ көрмесе де, осы Қазақстанда жүріп, кісі өлтіріп, құнды болып, сол себептен шетелге қашуға мәжбүр болған Ержан Қоғанбай деген билікке сынған, билікпен ымыраға келген алаяқ Италияға барып алып, ауызына егенін көкіді. Онысымен қоймай, билікке сынған, ақшаға сатылған жаңағы өтірік белсенділерді, өтірік құқық қорғаушыларды, оның ішінде жаңағы Жербол бар, Жербол Дәулетбек бар, Тақиялы Шайтан бар. Одан кейін жаңағы алаяқ осында қаншама адамдардың жаңағы несін бизнес істейміз деп ақшасын алдап алған. Тіпті бір ақпарат келді, өзінің жақындарының да ақшасын алдап, одан қашып кеткен көрінеді. Ол жақынның да біз кім екенін біліп отырмыз. Егерде ол жақыны бірнеше күннен кейін мүмкін өзі шығып, осы Ерлан Бекмырза деген алаяқтың өзін қалай алдағанын айтуға келісіп отыр. Ал енді Америкаға барам деген адамдардың ақшасын қалай алдағанын, оны шет жағасын естідіңіздер. Әлде де талай адам ол алаяқтың қанша сумманы қалай алдағанын барлығын куәлер айтатын болады. Ал енді жергілікті полиция біздің белсенділерге барып, қысым көрсетіп, Атажұртқа мүше болғандық үшін, не болмаса мүшелікке шақырған үшін түрлі айыппұлдар салып, қорқытып үркітіп жатыр. Оның нақтылы мысал ретінде өткен аптада біздің Атажұрт партиясының Павлодар облысы бойынша уәкілі Әсен Нұрсанұлы бауырымызға айыппұл салғанын барлықтарыңыз әлеуметтік желіден көрген боларсыздар. Оған таққан айып Атажұртқа тырнақшаның ішінде заңсыз ұйымға мүшелікке шақырды деп отыр. Ал енді одан кейін тағы да қосымша ақпараттар келіп жатыр. Аудан ауылдарда жаңағы полицейлер, участковыйлар бас болып, одан кейін халықтың ішінде жасырын сол участковыйлардың құлағы болатын, КМБ-лардың құлағы болатын сұмырайлар, өтірік белсенді немесе өтірік жаңа халыққа жанашыр болып жүрген сол полицияның, КМБ-ның табанын жалап, солардың бір берген 5-10 теңгесіменен күнін көріп жүрген сатқындар халықтың ішінен шыққан. Енді Атажұрт партиясына мүше болсаңдар қауіптенеді. Ол заңсыз ұйым, ол жаңағы ДВК сияқты террористік ұйым, экстремистік ұйым деп дәріптеп жатқан көрінеді. Ал енді ойлаңыздаршы, осындай қаралау, жалалаулардың барлығы неліктен бірдей уақытта болып отыр? Әрине бұл биліктің Атажұрт партиясынан үрейленіп, қалайда Атажұрт партиясын тоқтату үшін жалпы беттік өзінің сұмырайларына берген бұйрығы болып тұр бұл жерде. Қалай болғанда да орайын тауып, мейлі негізсіз, мейлі негізі бар, қаралай беріңдер, жалалай беріңдер. Қалай болғанда да Атажұртқа мүше болатын адамдардың саны көп емесін деп отыр. Ал шынын айтқанда біз заңсыз ұйымбыз ба? Жоқ. Атажұрт партиясы заңсыз ұйым емес. Бұл жерде жаңағы заңды біліп тұрып, қасақана заңды бұрмалап сөйлеп отырған полициясы бар, жаңағы КМБ-сы бар, жаңағы сұмырайлар бар. Тіркелмеген деген сөзбенен заңсыз деген сөзді екеуін әдейі халыққа шатыстырып түсіндіріп отыр. Мен қысқаша ғана мәлімет бере кетейін. Заңсыз ұйым деген қандай ұйым? Заңсыз ұйым деген қадімгі соттың қаулысыменен нақтылы түрде көрсетілген экстремист, террорист, немесе сепаратист, немесе бір жат ағымды, халыққа, елімізге зиянды ағымды насихаттаған деген сияқты.
заңсыз әрекеттер жүргізгені үшін мемлекеттің бірлігіне немесе орнықтылығына, халықтың өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп заңменен тыйым салынған ұйымдар ол заңсыз ұйым болып саналады. Ал енді тіркелмеген ұйым ол заңсыз ұйым саналмайды. Өйткені Атажұрт партиясы тіркелмеген партия, бірақ заңсыз партия емес. Бізге ешқандай заң жағынан тыйым салынған жоқ. Бізді ешкімде экстремист, террорист, сепаратист немесе басқа деп айта алмайды. Тіпті біз өзіміз ұлтшылмыз деп ұрандап жүрсек те, бізге ұлтшыл, әсіре ұлтшыл дегенде айып тағылмайды. Себебі неде? Себебі біз ешқашан Атажұрт партиясы ешқашан зорлықты күшке шақырғанымыз жоқ. Атажұрт партиясы ешқашан біреулердің көзін құртып билікті тартып алайық деген ұран тастаған жоқ. Атажұрт партиясы ешқашан басқадай бір жолдарменен немесе бір жерді жарып билікке немесе бір топ адамға үрей тудырайық деген жоқпыз. Және біз ешқашан діни істерге араласқанымыз жоқ. Дін әрекеттерінде. Әрине, біздің ішімізде намаз оқитын кісілер бар. Мен де өзім намаздамын. Аллаға шүкір деп айтамын. Бірақ бұл діни еркіндік, әркімнің өзінің еркіндігі, ол дін әркім өзінің жаратушымен тікелей байланысы. Ал енді келесі басқа адам, ол қалай істейді, ол өзінің, ол өзі жауап береді әрекетіне. Біз ешқандай да сектамен де байланысымыз жоқ. Ал біздегі намаз оқитын кісілер, оның ішінде мен өзіміздің жаңағы дәстүрлі Ханафи мазхабы бойынша оқимыз намазды. Ал ол үшін бізге жала жабылмайды. Сондықтан ал енді бізге ешқандай заңменен жала жабылмай отыр. Ешқандай бізде ондай соттың қаулысы, біз жайлы соттың қаулысы шыққан жоқ. Егер де біз шынымен де жаңағы айтқан сияқты экстремистік террористік ұйым болатын болсақ, сепаратистік ұйым болатын болсақ, немесе әсіре діншіл, немесе әсіре ұлтшыл болатын болсақ, баяғыда билік көрмей отыр ма? Міне жақсы болды деп қана бізге сол сылтаулардың біріменен баяғыда бізді заңмен шектейтін еді, соттың қаулысын шығарар еді. Бірақ ұйталған жоқ. Неге? Тіпті біз ұлтшыл болған күннің өзінде де біздікі салыстырмалы. Біз қазақ ұлтын жақсы көреміз. Қазақ ұлтының жоғын жоқтаймыз, қазақ ұлтының қамын ойлаймыз. Біз қазақ ұлтының демократиялық қоғамға жетуіне күресеміз. Және бір бақытты өмір сүрсе екен дейміз. Бірақ біз басқа ұлттарды жек көрмейміз. Біздің ұлтшылдығымыз қазақ халқының сақталып қалу, халық болып өмір сүру, осы құқығы сақталса екен, бақытты болып өмір сүру құқығы сақталса екен деген ұлтшылдық. Біздің ұлтшылдығымыз басқа бір ұлтты немесе бір топты біз жойып, біз ғана өмір сүрейік деген ұлтшылдық емес. Тіпті біз өз мемлекетіміздің, Қазақстанның ішіндегі басқа ұлттар тұрмақ, біз өзіміз жауласып, сонша жылдан бері өзіміз жағаласып келе жатқан Қытай ұлтына да біз өш емеспіз. Біз орыс ұлтына да өш емеспіз. Біз сол қазіргі Қытайдың құрамында қалып қойған, ежелгі қазақ жерінде отырған біздің қандас бауыр қазақтарымызды және төбір түркі бауырларымызды қисынсыз жала жауып, қырғындап, концлагер түрмелерге қамап, аянышты жағдайға қалдырған, қырғындап отырған, мүгедек қылып отырған, құқығын таптап отырған, қыздарымызды ойыншық қылып отырған Қытай билігіне қарсымыз. Және осы Қазақстандағы қанқұйлы саясат жүргізіп, мына қазақты көктеппей отырған осы Қазақстан билігіне қарсымыз, билік жүйесіне. Және де соларды қолдап отырған, соларды қорғап отырған орыстың әсіре жаңағы күш қолдануды қолдайтын әсіре шовинистік, яғни
орыс қана империя болу керек, басқалардың барлығы орыстың қабағымен жүру керек деген әсіре империалистік пиғылына қарсымыз. Қазіргі Путин билігіне қарсымыз. Ал орыс халқына қарсы емеспіз. Сол сияқты біздің осы ұстанымдарымыздың барлығы әу баста айқын, және біз оның дүниеге жар салып айт тастағандықтан бізге ешқандай да заңмен айып таға алмайды. Және біз дүниеге танылған құқық қорғаушымыз. Біз жалғыз қазіргі Қытайдың құрамында қалып қойған бауырларымыздың ғана емес, қазір біз Қазақстандағы бүкіл халықтың және дүниедегі қазақтардың құқығын қорғаушымыз. Сондықтан бізге ешкімде ешқандай айып таға алмай отыр. Егер де біз шынымен де жаңағы сұмырайлар сыпсың өсек таратып айтқан сияқты қылмыскер болатын болсақ, біздің ұйым сондай заңсыз ұйым, немесе Атажұрт партиясы заңсыз партия болатын болса, не үшін алыстағы бізге мүше болайын ба, болмайын ба деп қорқып отырған, екі ойлы болып отырған адамдарды барып қорқытады. Неге тікелей барып сол Атажұрт партиясының жетекшісімін деп күнде халықтың алдында қайталап отырған мен неге тұтқындамайды? Менен қорқа ма? Менен қорқпайды. Бірақ ол жерде Атажұрт партиясына жала жабатын нақтылы айғақтары жоқ. Яғни өздерінің айтып жүргендері заңсыз. Атажұрт партиясының ешқандай да қылмысы жоқ. Оны дәлелдейтін оларда ешқандай айғақ ештемесі жоқ. Мейлі жазбаша формасында болсын, мейлі видео формасында болсын, немесе аудио формасында болсын, біздің ешқашанда жаңағы қоғамға қауіп төндіретін сөз сөйлегеніміз жоқ, ондай жазғанымыз жоқ. Біз оңаша қалғанда да айтатынымыз сол, осы халыққа айтып жүрген әңгімеміз. Біз басымыз қосылып халықтың алдына шыққанда да айтатын әңгімеміз, айтатын сөзіміз сол, бәрі бір. Сондықтан бұлар біздің сарызымызға шөп салып, біздің жүрген тұрған жеріміздің барлығына видео камера орнатып, біздің көп қолданатын машиналарымыздың ішіне дейін камера тыңдағыш орнатып, қанша аңдыса да, мүмкін менің ұйымның де бұрыш-бұрышының барлығында камера тыңдағыш толтырып қойған болуы да мүмкін. Қанша тыңдап отырса да, қолына ілігетін ешқандай дәлел жоқ оларда. Содан дымы құрып, тек қана сыпсың өсек таратудан аса алмай отыр. Біздің биліктің сыйқы осы. Сыпсың өсек. Тек қана айтатыны негізсіз жала сыпсың өсек. Болмаса не үшін сол жаңағы полицияның КМБ-ң міне осындай баптың осындай несінде қайшылық жасадыңдар, міне деп, неге Атажұрт партиясын жаңағы экстремистік, террористік немесе сепаратистік деп жариялап отырып, соттың қаулысын шығарып алып келмейді. Ондай айғақ жоқ оларда. Сондықтан бүкіл мемлекеттегі Атажұрт партиясын қолдайын ба, қолдамайын ба, қолдасам жаңағы участковый келіп мен осындай айыппұл салып кете ма, не болмаса мен осындай жауып тастай ма түрмеге, жаңағы істеп отырған кәсібіме кедергі жасай ма деген ойдан арылыңыздар. Сол келген полицияға, КМБ-ға, барлық участковыйларға айтыңдар. Атажұрт партиясы заңсыз партия болса, соттың қаулысы қайда, бізге көрсетіңдерші деп сұрашы. Көрсете алам екен. Мейлі әрқандай ұйым болсын, партия болсын, немесе жеке адам болсын, соттың қылмыскер деп, немесе кінәлі деп тапқан қаулысы шыққан кезде ғана сол адам кінәлі немесе қылмысты болады. Ұйым да сондай, партия да сондай. Егер де ондай соттың қаулысы шешімі болмаса, ешкімді қылмысты немесе заңға қайшылық жасады деп айтуға құқығы жоқ. Полицейлер біреуді тұтқындаған кезде де соттың қаулысы шығып ол қылмысты деп дәлелденбей тұрып, тек қана ол сол қылмысты адамның өзін күдікті деп қана атайды. Сол себепті күдікті деп атайды оны. Оның қылмыс өткізгенін біліп тұрса да, тіпті ол қылмыс өткізіп жатқан жерде полиция барып, сол жерде тұтқындаса да, соттың қаулысы шықпай тұрып, ол адамды полиция мына қылмыскерді біз тұтқындадық деп айта алмайды. Себебі бір адамның немесе бір ұйымның
заңға қайшылық жасады, әкімшілік болсын, қылмыстық істер болсын, әкімшілік қайшылық жасады, бұл кінә өткізді, немесе қылмыстық іс жасады, бұл қылмыскер деп шешім айтатын тек қана сот. Сондықтан жаңағы биліктің айтағыменен Атажұрт партиясы осындай заңсыз ұйым, немесе Атажұрт партиясын осындай террористік экстремистік ұйым деп сандалып жүрген полицейлердің, КМБ-лардың, немесе солардың иті болған, албат үріп жүргендерге сенбеңдер. Қайта оларға қандай айғағың бар, нақтылы қандай құжатың бар, оны дәлелдейтін деп, содан өздерінен сұраңдар, сұрақ қойыңдар. Сол кезде не бетін айтар екен. Ал енді қысқаша түсіндірдім деп ойлаймын. Кімге Атажұрт партиясына мүше болғандығы үшін, немесе мүше болам деген үшін осындай қысым түсіп жататын болса, бізге хабарласыңыздар. Біз сендердің құқықтарыңды халықаралық адам құқықтары ұйымы арқылы қорғап аламыз. Бізге мүше болған адамдарды ешқашан жалғыз сұраусыз қалдырмаймыз. Егер біз бір мақсатпен осы мемлекетімізді, халқымызды бір жақсы күнге, демократиялық күнге жеткіземіз деп, бір мақсатпен бір партияның аясына топталатын болсақ, біз бір мақсатпен жиналған адамдардың тағдырымыз да бір болады. Біздің жауымыз да ортақ болады, жеңіске жетсек, жеңісіміз де ортақ болады. Сондықтан ешқашан бізге мүше болған адамдарды біз оңаша оқшау қалдырмаймыз, көмексіз қалдырмаймыз. Соған сеніңіздер. Сондықтан кімде-кім осылай өтірік өсектерменен бізден сіздерді алшақтатқысы келетін болса, оған сенбеңіздер. Қорықпай Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Тағы да бір есіме түскенде айта кетейін, билік неге тыным таппай кетті? Неге өзінің иттерін бізге жаппай айтақтап жатыр? Себебі осы жаңа жылдан кейін Атажұрт партиясына мүше болам деген адамдардың саны күрт артты. Әсіресе жергілікті бауырларымыз енді баратын жеріміз қалмады, Атажұрттан басқа сенеміз қалмады деп қаншама адам хабарласып бізге мүше болып тіркеліп жатыр. Осы билікке үрей салды. Сондықтан барлық өзінің иттерін жан-жақтан айтақтап, біздің жаңағы мүшелеріміздің көбейіп кетуінен қорқып, соның алдын алғалы отыр. Барлық осы келешегім жақсы болса екен, ұрпақтарым жақсы, баяшатты, бақытты өмір сүрсе екен дейтін, ұрпақтарымыз біреуге құл болмасын дейтін әрбір азамат Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Атажұрт партиясы соңына дейін күресіп, елімізді жақсылық күнге жеткізеді. Және соғанға дейін біз табанды боламыз. Сондықтан ештемеден алаңдамай, ештемеден қорықпай, бізге мүше болыңыздар, санымызды көбейтіңіздер. Біз санымыз көбейген күні, санымыз миллионға жеткен күні бейбіт түрде билікті ауыстырамыз. Мынау Назарбаевтың дәуірінде, және Назарбаев тәрбиелеп кеткен, елді емес өзінің қалтасын ойлайтын барлық шенеуніктерді ауыстырамыз. Барлығына халықтың ішінен шыққан, халықтың шын жанашырлары келеді барлық билікке. Парламентке де, министрлік барлығына да. Сол арқылы біз осы өзіміздің байтақ даладағы байлықты халыққа қызмет еттіреміз. Яғни халық осы байлықтан игіліктенеді. Жеке бір дара адамдар емес. Қазір билікте отырып алғандардың ата-бабасы қорғаған жоқ мына жерді. Осы бүкіл қазақтың ата-бабасы барлығы ортақ қорғады. Сондықтан бұл даладағы әрбір түйір дән барлығымызға ортақ, әрбір тамшы мұнай барлығымызға ортақ, әрбір шыққан грамм алтын барлығымызға ортақ болу керек. Біз осындай әділ заманға жету үшін күресіп жатырмыз. Ал сіздер де бізге үн қосыңыздар, бізге мүше болыңыздар. Ең соңында айтатыным, біз тас түйін болғанда ғана жеңіске жете аламыз. Ауызбіршілікте болғанда ғана біздің армандаған қоғамды орната аламыз. Ал енді қазіргі бізге кедергі жасап жатқан, бізге жала жауып жатқандардың барлығы
айналып келгенде билік басында отырған, жаңағы айттық, өздері де мойындады ғой, 162 әулет бүкіл байлықты иелеп отырған Қазақстандағы. Соларға қызмет етіп отыр. Қазіргі біздің күш құрылым органдары болсын, біздің армия болсын, әр саладағы, шекара қорғаныс саласындағылар болсын, барлығына айтарым. Сіздер ант бергенде халыққа қорған болам деп ант бердіңіздер. Ал дәл қазір халыққа емес, жаңағындай халықты бұлап талаған, елді сатып отырған сатқындарға, соларға қорған болып отырсыздар. Соларға қызмет етіп жатырсыздар. Сондықтан сіздердің де естеріңізді жиып, халық жаққа өтулеріңізді, әрқашан анттарыңызға адал болуларыңызды сұраймын. Халықпен бірге болыңдар. Осы қару ұстаған біздің бауырларымыз, сендер халықтың ұлдарысыңдар. Сендердің барлықтарың халыққа жау, барлықтарың жауыз деп ойламаймын. Мүмкін кейбір жерде парықтай алмай жатқан шығарсыңдар, кімнің кім екенін. Бірақ енді көздерің жететін болды ғой. Сондықтан егерде енді түрлі жағдай болатын болса, халықтың қасынан табылыңыздар. Ондай болмағанда, сол жаңағы халықты қанап отырған жауыздармен бірге болатын болсаңыздар, онда халық жеңіске жеткен күні солармен бірге қара бет болып қаласыздар. Мен содан сақтандыру үшін айтып отырмын. Соңында айтарым, біз Ата-жұрт партиясы халқымызбен бірге жеңіске жетеміз. Және біз армандаған еркін демократиялық қоғам орнайды. Осыған сенімді болыңыздар. Менің аты-жөнім Бекзат Мақсұтханұлы. Жақсы, аман сау болыңыздар.